Құрбан айтқа бір күн қалған күнді арапа күні дейміз. Сол арапа күні ораза тұтуды ұмытпаңыз. Ол күні ораза тұтқан адам алдыңғы жылғы және келесі жылғы 2 жылдың күнәсі кешірілетіндей сауап амал жасалатындығы пайғамбарымыздан айтылған дүние. Соны ұмытпай, сол арапа күні ораза тұту, жұрттарға жақсы сыйлық беріп, құрбан айттарымен құттықтайтын, дайындық қылатын күн. Соны ұмытпаңыздар. Сондай сауапты күндер, міне алдымызда 4-5 күн. Осы күндердің әрбір түні қадір түніндей сауапты. Әрбір күні қадір түнінің күніндей сауапты. Рамазанның әрбір күніндей керемет киелі болған, күнә жасау қиын болып, ауыр болған, сауап амал есе болатын күндер. Құрметті бауырлар, осы күндерді құнды, мәнді, әдемі қылып өткізуді ұмытпаңыздар. Және де келе жатқан айттарыңызбенен тағы да құттықтаймын.